бері мектеп бітірген әрбір қыз 7 жыл бойы әскери қызметін өтеуге тиіс. Әскердегі жағдай жақсы деуге келмейді. Әйел сарбаздар үнемі аштықта жүреді. Мысалы, олар таңғы асқа тек 3 қасық күріш жейді, аз ұйықтайды және көп жаттығады. 2000 жылдарда Солтүстік Кореяға қызмет еткен, басқа елге босқын болып қашып кеткен Ли Сойен әскердегі күнделікті өмірі туралы айтып берді. Біз дұрыс жуына алмадық, ыстық су мүлдем болмады. Кәдімгі өзенге шомылдық, қыздар ағын судағы жыландарға шағылып жататын, дейді әйел. Әскерде қыздар барлық жағынан қорланды, пайдасыз, ақымақ және ерлер сияқты күшті емес деп бопсаланды. Әскердегі әрбір қыз еркектер тарапынан зорлық көрген. Жоғарғы